Расул аш. Апасы. Ayağını bir yere alıptır, ayağını şişe almaydı. İyi, 40 yedik. Nişli sınıf okuyorsun? Birinci. Uy, kolum sol. Atanan tındaysın mı? Akıllısın mı? İyi olur, kolum sol. Gel, azamat mine cigit. Akıl besinde? Aleyküm assalam. İsim kim bu? Rasul. Rasul. Uy, azamat. Ne degi mal? Neşedesin Rasul? Neşedesin? Eski. Vesti? Oy Allah, ben ne kanlı eken. Atanan tındayız mı? Akıllımız koy. Ya. Ayazda qanday siyuq var? Taqbaq var mı? Ölen? Ya. Di. Ya. Hey mağla. Al qalakey. Önörümüzді көрсетеміз қане. Мекен отан деген туған жер. Отан ана, отан үлкен, Қазақстан туған ел. Әне ақылдым сол, ақылдым. Әне аяз атасына дайындаған тақбақтан. Ал Расул айтамыз. Расул. Ерек жамылған, асыл моншақ тағылған, не сұлу шишамыз, көктен күтіп сағынған. Деген азаматтарына өз. Қолына табыс етейік. Ақылды екен өздері. Ал. Қаншайымның сыйлығын берейік? Иә, мынау қойшы бұлан саған әкелейік. Тек қапчасыз бұл осыны әкелейік. Қойшы. Ай, ақылдысың. Міне Раянаға сыйлық міне. Мынау өнерлі де, ақылды, білімді, бойында барлық өнер бар екен. Міне бұл Расулға. Міне Расулға. Қояды. Сөйлейтін гүл. Ал мынау бар ғой. Мынау сендерге тәттілер. Өмірлерің осындай тәтті, мәнді болсын балапан. Ой, рахмет. Тәтті болып жүре беріңдер. Аяз атаның сендерге деген сыйлығын қабыл алыңдар. Ұнады ма? Ал келеміз бері қалай. Ал енді не істейміз енді? Аяздыға келесі жылы хат жазамыз ба тағы да? Ақылды болсыңдар ма? Иә, ал ата-ананы тыңдаймыз ба? Ақылды боламыз ба? Тыңдаймыз ғой? Сабақты жақсы оқимыз, үйде құпты боламыз, ата-ананы тыңдаймыз.
Аяз атаға хат жазамыз. Онда Аяз ата сендердің сыйлықтарыңды орындайды. Ата-аналарыңды тыңдамасаңдар, ақылды болмасаңдар Аяз ата келмейді.